Okuğa аттанып барасың, атаны берейін. Алтын немерем. Okuğa аттанып барасың. Біріндінің күні жарық деген. Жолың болсын. Болашағың жарқын болсын. Сабағың жақсы оқы. Еңбек болма. Сау бол. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаңның анаң мен сен аман, сүйіп сенен жатады бүгін саған. Меніме хат жер, соны хат бер. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл берсең басыларсың, атадан өнер білсең асырарсың, адам боп бірдей қалсаң апарарсың. Шырағым, мұнда жүрсең етер едің, қолыңа құрық алып кетер едің, сен тіребек ауылдың арасында жүргенмен не мұратқа жетер едің. Рұқсатқа кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Мына жайықтың шығысында 4-ші бастауыш мектебі ашылады деп естідім. Соған менен мұғалім болып тағайындап жіберсеңіз. Рұқсат барыңыз, бірақ онда мектепке толық жағдай жасалмаған. Ештеңе етпейді, бәрі біртіндеп орнына келеді. Тіпті мектеп ғимараты да жоқ. Мен балаларды ағылшынды өзімде оқытпақшымын. Одан кейін халық арасында үгін насихат жұмыстарын жүргізіп, қаражат жинап жаңа мектеп ашпақшымын. Онда тіпті жақсы, көріңіз. Рахмет сіздерге, рахмет. Іске сәт. Қайтеміз енді. Мектеп ғимараты салынған шығар. Балаларды өз үйінде оқытамын. Айтпақшы, балалардың отыратын жиһазын ауыстыру керек. Жоқ. Ең алдымен оқулық. Бірақ қазір оқулық жайы қиындап кетті. Жоқ, қалай да болса оқытамын. Қалай да болса оқытамын. Кел, балалар, оқулық. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап. Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы бір ұстасаң жоқ болар, оқығанның байлығы күнге көп болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Сиса көлек үстіде тоқу менен табылған, шауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Надандықтың белгісі еш ақылға жарылмас. Жайылып жүрген айуандай ақ қараны танымас. Аяңшылар армас, білім деген қармас, жөн дүниеге адамға құжаты дармас. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқу деген шыныды, тұрған сайын шыныққан. Оқу білген адамдар май тамызған қылыштан білмегенді білуге езді балалар тырысқан, есер бала ұрысқан. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Әпеш деген ата-ана қартаятын күн болып, қартайған жабып, малтайтын күн болып. Қартайын ем қартайса, жеу болар бұл оқу. Қартайғанда малтайса, сүйеу болар бұл оқу. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқу білген таниды, бір жаратқан Құдайды, танымаған Құдайды не болғанда ұнайды. Шырағым абай болғай деп, ата елін жылайды. Баладан қайыр болмаса, баланы неге сұрайды? Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сәлеметсіздер. Барлықтарыңыз түгелсіздер ме? Иә. Керемет. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Олай болса қағаздарыңызды мен қолқаламдарыңызды дайындап, сабаққа тізе салайық. Бұл А әрпі, алма. Бұл Ә әрпі, әліппе. Бұл Б әрпі, балта. Бұл В әрпі, вагон. Қазір біз екі жаңа әріппен танысатын боламыз. Бірінші әріп Г әрпі. Менің жазғаным дұрыс па? О, жарайсың Ислам, керемет. Енді осы Г әрпіне
Қайталап жазып, беліне бермеу ме дейтін болсақ, Х әрпі пайда болып шығады. Түсінікті ме оқушылар? Иә, ұстаз, оқып білсек болды ғой, жазып не қажеті бар? О, өте орынды сұрақ Мерей. Біз осы әріптер арқылы оқимыз. Ал оқу білім болады, біліміміз шырағы. Рахмет, ұстаз, сау болыңыз. Сау болыңдар, сау болыңдар. Сау болыңдар оқушылар. Рахмет сендерге. Ыбырай Алтынсарин, өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылы қалыш жерлерден, көзімді ашып жұмғанша, жылдан хабар ағызды. Аты жоқ құр арбаны, мың шақырым жерлерге, күн жарымда барғызды, адамды қысқа ұшырды. Мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзіп балықтай, дүниені келді жалықпай. Білгендерге осылар, бәрі анықтай, білмегенге танықтай. Төзде бекер жатпауы, осы ғауға таныспай. Алтынды білмес бәйге пісірді аспай. Желгілеп шыққан көшектей, жаңа өспірім достарым, қапайын кеттау алыспай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан бұл бүсірдік, ектегі сақалды, өнер жігіт көргідеп, ескермедік мақалды. Біз болмаса сіз рашыз, мемлекеттің достарым, сізге елім бағанды. 1864 жылы қаңтар айында Торғай бекінісімен мектеп-интернаты салтанатты түрде ашылды. Оған қазақтың 14 класы қабылданғандығы туралы профессор Ильин университетінде жазған хатынан білеміз. Қазақ ауыз әдебиеті мен салт-дәстүрлеріне негізделген, қазақ хрестоматиясымен және де қазақтарға орыс тілін үйретудің басталып туралы деген екі оқу туралы 1879 жылы жабылды. 1883 жылы Торғай қаласында тұңғыш колледж мектебін ашып, жастарға кәсіптік техникалық білім беруді қолға алды. Мұнда оқушылар сабын қайнатып, тон пішіп, тігу, телеу кәсіптерін меңгереді. 1887 жылы Елек уезіне қарасты Бөрке болысынан, Қостанай уезінің Обаған және Жетіқара болыстарынан бір сыныптық мектептер ашып, әрқайсысына 25 орындық имтихан салды. 1887 жылы Торғай даласында Ырғыз қыздар училищесінің салтанатты ашылуы болды. Бұл училищені оқу құралдарымен өзі жабдықтады. Осының нәтижесінде кейін 1890 жылы Қарабұтақта, 1890 жылы Торғайда, 1893 жылы Қостанайда, 1896 жылы Ақтөбеде қыздар училищелері ашылды. Ыбырай ашқан орыс қазақ мектептеріне білікті мұғалім мамандары керек болды. 1886 жылы Орынборда тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. 1887 жылы 9 қарашада Орынбор кадет корпусына Жұмағұл бір қазақ баласын стипендия тағайындап әскери мамандыққа жіберуі туралы ресми құжат алды. 1888